Кез келген адамның намазхан бауыры бар. Өздеріңізге еске түсіріңіздер. Бастапқыда намаз оқыған кезде қандай жағдайда болдыңыз? Енді сол кезде мынандай сөздер кетеді. Менің намазхан бауырым бар, содан сұраймын деген сөздер кетеді. Жаңағы айтқандай, оның мысалы кез келген адамның намазхан досы бар. Намазға енді келіп жатқан адам сұрақтары болса, кімнен сұрайды? Ең бірінші кезде сол намазхан бауырынан сұрайды. Неге? Өйткені ол одан ертерек намазды бастады. Ал біздің мынау басымызда қандай стереотип қалыптасқан? Анау менен ертерек намаз бастаса, демек ол дін туралы бәрін біледі деген. Мынау адам 5 жыл бойы намаз оқыса, демек ол мынау дін туралы бәрін біледі деген бізде мынау ой қалыптасып қалған. Бірақ та ол ой не? Дұрыс емес. Енді оның мысалы адам намазға келген кезде нені қызықтырады оның ең бірінші? Оның дәреті және ғұсылы қызықтырады. Енді бір мәселе шығады. Ол ғұсыл алуды білмейді және де ғұсыл туралы сұрағысы келеді. Намазхан бауырынан сұрайды. Бауырым осындай ғұсылды қалай алады дейді. Әлгі опытный намазхан бауыры дін туралы нақты білмей, сен міндетті түрде ниет етуің керек, ниет етпесең не? Ғұсылың жоқ дейді. Жаңағы адам жақсы дейді. Уақыт өте келе, ғұсыл алған кезде ниетті ұмытып кетеді екен да әлгі жігіт. Сонда әлгі бауырның айтуы бойынша оның ғұсылы жоқ. Демек ол не істеу керек? Қайтадан ғұсыл алу керек болады. Жаңағы әлгінің әңгімесіне сая келеді. Ақыр аяғы не болды? Ақыр аяғы су ысырап болды. Не қыла алмады? Су ысырап болып кетті жай ғана. Негізі оның ғұсылы бар. Ал ғұсылда ниет парыз емес. Енді осындай жағдайда, құрметті жамағат, айтарымыз, жаңадан дінге бет бұрып жатқан бауырлар болса арамызда. Менің бауырым намазды көп оқыды, демек ол бәрін біледі деп ойламаңыздар. Ол қате пікір. Көріп отырмын, бір-бірлеріңізге қарап отырсыздар. Ол қате пікір. Бірдеңе қызықтырса, мешітке бар. Мешіттегі имам сенің бетіңнен қақпайды ғой. Өзі үйреніп кел демейді ғой. Не дейді? Айқара ашады өзіне. Кел, мен саған үйретемін дейді мысалға. Сол себептен де мынау діннің мәселесіне келген кезде біз өз-өзімізге қатал болуымыз керек. Дін мәселесін әркімнен сұрап кетпеуіміз керек. Нақты Алла Тағала Құран-ы Кәрімде не деді бізге? Егерде білмейтін болсаңдар, онда білетін адамнан сұраңдар деді. Білім иелерінен сұраңдар деді. Демек, біздің жұмысымыз енді білетін маманнан сұрау екен.